Бөген жалпы орта мектебінің 11 сынып оқушысы Жармұхамед Диана. Өскен жерім Арыстанды елді мекені. Төрткүл ауыл округінің солтүстігінде орналасқан, оңтүстігі Көкарал ауылы, солтүстігі Бәйдібек ауданы, батысы Ақсары ауылдарымен шектеседі. Батыс Қытай, батыс Еуропа жолының бойында орналасқан. Бұл құрғақ, ыстық, қуаң және жартылай қуаң аймақ. Егін шаруашылығы тұрақты түрде суармалы жерде орналастырылған. Климат ауаның өте құрғақтығымен, ылғалдың аз түсуімен ерекшеленеді. Ордабасы ауданының жер бедері жазық. Оңтүстік бөлігі солтүстігіне қарағанда біршама көтеріңкі, және бұл бөлігі Арыс өзенінің салаларымен сай-жыраларға алға қойған арман мақсатын болашақта ауылымды көркейтіп, жаһандық дербес мекен қылғым келеді. Сол оймен шағын макет құрып шықтым. Болашақта өзімнің ауылымды осындай кейіпте көргім келеді. Менің бұл макетінің басты ерекшелігі баламалы энергия көзін табу және салауатты өмір салтын ұстану. Осы бағытты ұстанған себебім, елбасымыз айтқандай, халқымыздың келешекте мақсаттарының бірі энергияны өндіру, қолдану. Бұған айқын дәлел ретінде Экспо 2017 көрмесі Қазақстанда ұйымдастырылды. Осы жерде менің ойма ауылының ауа райын есіме түсірдім. Себебі бізде Арыстанды Қарабас желі ерекше. Бұл жел бір тұрғанда үздіксіз апталап, кей кездері 10 күнге дейін тұрады. Осы желімізді неге тиімді пайдаланбасқа деген оймен айналатын жел иірушілерді пайдалану арқылы доғалып жолдың бойына орналасқан электр шамдарын жарықтандыру. Осы арқылы жасыл энергия бағдарламасын негізге ала отырып, таза әрі тиімді тоқ көзін өндіру. Өзімнің жобам туралы түсіндіре келсем, күн, жел және толқын сынды шексіз энергия беретін ресурстар табиғатқа ешбір зиян келтірмейді. Осындай экологиялық және экономикалық артықшылықтары көп. Жел энергетика қондырғыларының технологиясын жетілдіру арқылы оның тиімділігін арттыруға болады. Осы жердегі жел ерекшеліктерін зерттеу нәтижесінде электр энергиясын өндіруге болатыны анықталды. Ауылымыздың үнемі солтүстік батыстан жел соғып тұрады. Желдің орташа жылдамдығы 6,8-7,8 метр секунд жылдамдықта, ал электр станцияларында 4,5-4,6 метр секунд жылдамдықтың өзі жете береді. Желдің қарама-қарсы бағытта өзгеруі сирек болуына байланысты мұнда турбиналы ротор типті жел қондырғысын орнату тиімді. Желдің жалпы қуаты 5000 мегаваттан астам деп болжануда. Бұл өте зор энергия көзі, әсіресе қоршаған ортаны ластаудан сақтап қалуға мүмкіндік береді. Жел күшінен өндірілетін энергия мөлшері желдің тығыздығына, жел турбинасының қалақшаларының ауданына, жел жылдамдығының кубына тәуелді. Жел турбинасының қозғалатын бөлігі ротор деп атаймыз. Ротор жел ағынының энергиясын көп қамтыса, соғұрлым көп электроэнергия өндіреді. Ротордың ауданы ротордың диаметрінің ауданының квадратына тура пропорционал. Жел қондырғысының өлшемдерін өзгерте отырып, энергияны қалағанымызша өндіреміз деп айтуға жеңіл. Практика бойынша айналдыру барысында қамтитын қалақшаларының ауданын біртіндеп үлкейту арқылы біз тектің жүйеге артық күш салмақ түсіреміз. Осындай асқын салмақты көтеру үшін жүйенің кейбір механикалық құрамдас бөліктеріне зақым келмеуін ескерту өте маңызды. Жел доңғалағының диаметрі үлкен болған сайын соққан желдің үлкен ағысын қамтиды және агрегаттық түрлеріне қарай неғұрлым үлкен энергия өндіреді. Қалақшалы жел двигателінің айналу жылдамдығы олардың қалақшалар санына кері пропорционал, сондықтан қалақшалардың 3-тен артық жасамайды. Қорыта келе айтарым, ғылыми жұмыста ғалымдарымыздың жел энергиясын пайдаланудағы теориялық және практикалық еңбектеріне сүйене отырып, мен де жел энергиясын пайдалану дұрыс деп санаймын. Біріншіден, табиғатқа зиян келтірмейді, ауаны ластамайды. Екіншіден, баламалы арзан қуат көздерін алуға болады. Елестетіп көрейікші, бүкіл әлемнің жер астындағы көмірі қазылып алынып, ал жағылып кетсе, қоқысы ғаламшарымызды ластап, түтіні ауаны ластап, жер шарының келбеті адам шошылық кейіпке түсіп кетті дейік. Жер астының күңіреп қалған кеніш орындары ше, сол себепті адамзат алдында зор міндет тұр. Дәстүрлі энергетикалық отының бағасына тәуелділіктен құтқаратын экологиялық таза қуат көздері қажет. Жел энергиясын қолдануға бет бұру өзіміздің өмір сүріп отырған ортаға деген перзенттік жанашырлығымыздың жаңа аңғартатын жаңа көзқарасы. Еліміздің экономикасын тұрақты түрде соғатын және жасанды өзендерінен өндірілетін электр қуатын тұтынуға көшіру үшін небәрі 7-8 жыл уақыт жеткілікті. Аталған қуат көздерінен тән ортақ артықшылық қазіргідей әрбір 1000 шақырымда бастапқы қуаттың 30% жоғалтатын ұзақ электр желілерінің аралық тасымалдау станцияларының салу қажет болмайды. Әрбір қуаттағы жел станцияларын кез келген ауылдың, үйдің жанына орналастыруға болады. Жел энергиясын өндіру станциялары келешектегі бәсекелестік қабілетті жоғары тиімді қуат көздерін болатынын ескерсек, онда бұл ғылыми жаңалықтарды өзіндік тың ерекшеліктері мен шешімдері дұрыс деп санаймын. Бұл өте зор энергия көзі, әрі көмірді және мұнайды да үнемдеуге көп көмегін тигізеді. Жел энергиясын пайдалануда биіктігі немесе бірнеше километрде болатын турбиналар арқылы жел энергиясын ала отырып, оны әртүрлі мақсаттарда пайдалануға болатындығын кішкене болса мен өз үлесімді қостым деп ойлаймын.